Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге үй жағдайында былбырап пісетін тушенканы қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Дәмін көрген соң дүкеннен мүлдем алмайтын боласыз. Ең алдымен ірірек етіп етімізді ұсақтау етіп майымызды турап аламыз. Содан соң 2 штук лавр жапырағын татымына қарай тұз салатын боламыз. Барлық дәмдеуіштердің тізімі төменде көрсетілген. Біздерге етке керек дәмдеуіштер қызыл қара бұрыш, лавр жапырағы, әмбебап яғни универсальный дәмдеуіш, кептірілген сарымсақ, татымына қарай тұз салатын боласыз. Осылайша етті жақсылап араластырасыз осы дәмдеуіштермен. Ешқандай су, майдың қажеті жоқ, себебі еттің өзінің шырыны шығатын болады. Менде еттің көлеміне қарай 2 кішкене банка қажет болды. Түбіне 2 штуктан лавр жапырағын және жарты шай қасық түйіршіктелген қара бұрыш салдым. Содан соң етті екеуіне бөліп салатын боламыз, яғни 2 банкіге бөліп. Содан соң беткі жағына ұсақталып туралған майымызды саламыз. Мінекей достар, бар жоғы осылай. Дайын болған банкымызды противенге саламыз, ал банка жарылмас үшін тұз себетін боламыз. Қалыңдау етіп, содан соң банкымызды орналастырып, бетін фольгамен бекітеміз. Содан соң достар, ешқандай қызбаған, яғни суық пешке противенімізді салып 180 градусқа қойып, 2,5 сағаттың ішінде пісіріп алатын боламыз. Пісу барысында ет пен майдың өз шырыны бөлініп, өте керемет болып шығады. Иісін айтсаңызшы, бүкіл үйді алады, өте керемет хош иісті. Қараңыздаршы достар, ешқандай қиындығы жоқ. Гарнир ретінде күріш пісіріп беруіңізге болады қасына. Хош иісін экран арқылы бере алмасам да үлбіреп піскендігін көрсетейін. Сіз де жасап көріңіз достар.